Ассалаумағалейкум қазақ елі. Бүгін қазір өзім тұратын аралыма баратын болам. Қазір Сан-Франциско қаласынан жалынды сәлем деп қоясың. Бұл видеоларды мен не үшін жасаймын? Бұл архив болсын деп жасаймын, әрине. Бірақ бір жағынан жаңағы YouTube каналға кішкене сағаттар жетіспей жатыр да, соған кішкене видео көп болсын деп осындай ұзақ видеоларды монтаждамай осылай саламын да, жолды түсіріп. Бірақ Құдай қаласа видеоларды монтаждап салатын болам алдағы уақытта. Мен қолым тимей жүргені бір жағынан да YouTube'қа дұрыс кірісе алмай жүрмін да. Қолым тисе мен YouTube'тан әдемі жерлерге барған жерлерімді салып, кішкене YouTube'тан да кішкене ақша түсетін қылып. Әрине сіздердің де бос уақыттарыңыз болса, қарап, анау-мынау деп комментарий жазып, лайк басып қолдағандарыңыз өте керек, маңызды да, маңызды. И бірақ жолда полиция тұр екен. Бірақ енді басқа не айтамын мен деген, осындай YouTube канал бастап жатырмын. Қыркүйек айында жақсы болатын шығар деп бастайын ба деген. Өйткені сағаттар жетіспей қала ма деп, осындай ұзақ видеоларды шығарып салатын болам. Әрине қолым бос кезде осындай жолдағы видеоларды, тағы да басқа. Бүгін демалыс күнде не істеймін? Демалыс күнде мен не істеймін? Демалыс күнде ештеңе істемеймін, демалып осылай жүрем. Әрі-бері шығып, көрейін десем тағы да не ғой, осындай кішкене YouTube каналымды дамытқым келіп жүрді. Бірақ дами алмай жатырмыз. YouTube каналымды дамытып жіберсем, егер де жақсы болар еді. Нұрболат Абдуллин болатын еді. Ол да керек әрине маған. YouTube каналмен жұмыс жасап, бизнестер ашсақ, Құдай қаласа. Қарап отыр, мен қолым талып қалды. Қолым талды. Қазір біз анау екі қабатты ғой, Байбридж. Екі қабатты да, оның астымен Оклендқа барырсақ болады. Байланыстырып жатыр да, Окленд деген қала мен Сан-Франциско қаланы. Соға дейін ұзын көпір. Сол енді қазір мен соның астымен өтетін боламыз. Ал дайын болыңыздар. Соның астымен өтетін боламыз. Әрине Сан-Франциско өте әдемі қала, табиғаты жағынан да, барлық жағынан да өте керемет қала. Ауа райы жағынан да адамдарға қолайлы. Салқында болмайды, ысыда болмайды бұл қалада. Өте керемет қалалардың бірі. Міне көпірдің асты, осындай болады міне. Үстін көрсеттім ғой, кеше алдым. Кеше ғой, кеше салдым ғой. Осы YouTube каналым дамып кетсе жақсы болар еді негізінде. Осы айдың 8-інде. Жоқ, осы ай
қазір айтпақшы мен нені де көрсетейін. Мен алдынан бері көрсете алмай жүрген бір керемет жерлер бар негізінде. Біздің Аралдың керемет жерлері бар да. Сонында бір көрсетіп, қолымнан келгенше енді көрсетемін. Осының барлығын архив ретінде сақтап қоямын ғой енді. YouTube каналымда. Қазақстанға барған кезде қарап отырамын да сосын. Сағынып Американы. Я Құдай қаласа жаңа жылдан кейін бір жақсы жерлерге барып, демалып, ақша жинап сөйтіп бір тур жасағым келіп жүр. Соған YouTube каналымды дайындап атқаным ғой. Жаймен қатты емес, жаймен дайындап атқаным. О, біздің Аралға уже келдік. Біздің Аралда үлкен ойын-сауық кешендері жоқ, бірақ стадиондар бар. Өте көп стадиондар. Осылай біздің Аралға кіріп келеміз. Мынандай ескі үйлер бар, керемет. Көздің жауын алатын дей ме? Жауын алатын. Солай да ма? Ұмытып қалған кейбір кезде сондай керемет сөздер. Американың барлық жері әдемі, бірақ Treasure Islandқа жетпейді ау деп қоямын өзім негізінде. Жоқ, жетеді ғой, жоқ жалпы деген ғой. Керем барлық жерінде де керемет жерлер бар. Талып екінші қолымды ұстырып атқан жайым бар. Қазір әдемі көрініс болады қазір. Әдемі көріністі мен сіздерге көрсетейін. Бізде күн ыссы, қазір бүгін 29-ы ғой, желтоқсанның 29-ы или 30-ы мекен. 29-ы бүгін бізде, сіздерде 30-ы. Сол Treasure Island'тың несі жаңағындай осында жазылып тұрады. Андай парк сияқты жоғарыдан қарайтын не ғой. Керемет көрініс деп осыны айтамыз. Алькантрас барлығы көрініп тұр. Осындай байкерлер жүреді. Осындай барлығы. Үстінен бұлай көрсетпеген шығарым негізінде. Көру. Иә, Америкада жүрген адамдар болса негізінде Treasure Island'қа келу керек, көру керек. Үлкен емес, мынандай шағын ғана арал ғой.